88-ші сабақ. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. 14-ші жаттығу: тыйым сөздерді көшіріп жаз. Яғни, мына 1 мен 2-ші сөйлемді көшіріп жазасыздар. Тыйым сөздер дегеніміз, ол психологиялық мағынасы зор. Олар адамдарды жаман әрекеттерден, өздеріне қолайсыз іс-әрекеттерден тартынуды талап ететін, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын ретке келтіруге шақыратын сөздер. Мысалы, аққуды атпа, досыңды сатпа деген сияқты. Ол да осы тыйым сөздерге жатады. Үлкенге ізет көрсет, кішіге құрмет, үлкенге құрмет көрсет, кішіге ізет көрсет деген сияқты. Дәл осындай сөздер тыйым сөздер деп аталады. Мысалы, мына жерде сол қолымен нанды үзбе, түнде үй сыпырма. Тағы да қандай осындай білесіздер? Жаман іс-әрекеттен, қолайсыз жағдайлардан болдырмауды талап ететін сондай сөздер тыйым сөздер деп аталады. Енді мынаны көшіріп жазамыз. Енді зат есімдердің астын сыз дейді. Бұл жерде бізде бірінші сөйлемде негізінде енді қолмен нанды деп зат есім қылып алсақ болады. Бірақ бұл жерде зат есім не қол, не нан дейді. Ал егер толығымен сөз алатын болсақ, сол қолмен нанды үзбе, немен нанды үзбе, сол қолмен нанды үзбе, сол қолмен нені үзбе, нанды үзбе дейді. Негізінде бұл басқа сөз таптарына жатады. Бірақ енді бірінші сөйлемде зат есімдердің астын сыз деп айтқаннан кейін, енді бұның түбірін ғана аламыз ғой. Ол не? Бұл қол, ол не? Ол нан. Және екінші сөйлемде үй деген бізде зат есімге жатады. 15-ші жаттығу: сурет бойынша әңгіме құрастыр. Бесікке салу рәсімі энциклопедиядан немесе үлкендерден сұрап біл. Сөйлемге қарап, суретке қарап мәтін құрсақ. Бүгін Азаматтың үйінде бесік той болды. Көп қонақтар келді, керемет дастархан жайылды. Азаматтың екі әжесі інісі Азатқа бесікке салу рәсімін жасады. Қарындасы Жәмиля бәріне тамсана қарап тұрды. Осындай кішігірім мәтін құрдық, әңгіме құрастырдық. Енді бесікке салу деген бұл біздің қазақтың дәстүрі болып табылады. Оны бесікке салғанда көп жағдайда бізде әжелері салады. Бесіктен тыштама жасайды. Осындай рәсімдерді әйел адамдар жасап, дастархан жайып, жақсы тілектерін айтып, осындай кішігірім той болады. 16-ші жаттығу: мәтінді оқы. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыр айтылады. Кім не сұрағына жауап беретін сөздерді топтап жаз. Бұл бізде кім деген сұраққа жауап береді, ол сәби. Тек қана адам қатысты біреу ғана тұр, сәби деген сөз. Және не деген сұраққа жауап береді, ол бесік, ол мүлік, ол бесік жыры. Мінекей. Кім? Сәби. Ол не? Ол бесік. Ол не? Ол мүлік. Ол не? Ол бесік жыры. Өлеңді жаттап ал. Әлди бөпешім, әлпеш дейін көкешім. Тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Зат есімдерді тауып, бұларға сұрақ қой. Бізде зат есімді біріншісінде бөпешім. Сұрақ қоятын болсақ, кім? Бөпешім. Және әлпеш дейін көкешім. Кім? Көкешім. Мінекей еркелетіп көкешім деп айтып тұр. Бұл да кім деген сұраққа жауап береді. Мына жерде жоқ, және мына жерде тәтті ұйқыға бата ғой. Бұл жерде түбірін алатын болсақ, мына ұйқы. Бұл не? Бұл ұйқы дегенде зат есімге жатқызуға болады. Егер түбірін ғана алатын болсақ. 17-ші жаттығу жазып қойдым. Және 18-ші соңғы тапсырма бізде пішіндер арқылы сөзді тауып, шыққан сөз туралы білетініңді айт дейді. Мына жерге Б деген әріпті қоямыз. Б, мына жерге Е, мына жерге С, мына жерге Э, мына жерге К. Бізде бесік деген сөз шығады. Мына жерде Ж, мына жерде А, мына жерде Р, мына жерде А.
Бұл жерде бізде бесік жыры, мінекей, бесік жыры деген сөз шықты. Бесік жырын балалар ұйықтағанда әжелері, мамалары айтып береді, ұйықтатады балаларын.